Жер бетіндегі ереше тіршілік иелерінің бірі тасбақалар. Олар орташа есеппен алғанда 200 жылдан астам өмір сүреді. Көптеген адамдар тасбақалардың ұзақ өмір сүруі олардың жай қозғалуына тәуелді деп ойлайды. Ал шындап келгенде ұзақ жасауының құпиясы ішкі ағзаларына байланысты болып отыр. Тасбақалардың ішкі ағзалары қартайған шағында да жастық шақ кезіндегідей жұмыс жасайды екен. Жер бетінде ұзақ өмір сүретін тіршілік иесі болғанымен тасбақалардың жауы көп. Мысалы, теңіз тасбақалары жұмыртқаны жарып, енді теңіз бойына жол алған сәтте шағалалар немесе басқа құстар азықтанып, той жасай бастайды. Кейбір жыртқыш құстар оларды тырнақ астына алып, биікке ұшып, қатты шың құздарға тастайды. Онымен қоймай көптеген тасбақалары аштықтан өледі. Себебі азығын табу қиынға соғады екен. Тағы да бір жайт, ертеректе алып тасбақалар кездескен екені мәлім. Ондай алыптардың сауытын ежелгі үнді жерінде соғыста қалқан ретінде пайдаланған көрінеді. Тасбақаның өзге тіршілік иелерінен ерекшелігі ұзақ уақыт қоректенбей, су ішпей жүре алатындығында. Арқасында мықты сауыты тасбақаны температуралық толқулардан сақтайды. Қыстың қатты аязы мен боранында не жаздың аптапты ыстығында олар тіршілік етуді тоқтатады. Яғни мұндай сәттерде тасбақалар терең ұйқыға кетеді. Ең жылдам тасбақа атағын англиялық Бирти атты тасбақа жеңіп алған. Ол 1 сағатта 0,6 миль, яғни 966 метрге жақын жүреді және 100 метрді 6 минутта жүріп өтеді екен. Қазақ халқы тасбақаны киелі санаған.